Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бұрын сонды жасап көрмеген ерекше ас әзірлейтін боламыз. Ерекшелігі сонда картоп пен етті қамырдың ішінде әзірлейтін боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка бөлімін басып кетіңіздер. Ең бірінші қамыр әзірлейтін боламыз. Ертілген майымызды, суымызды құйып, тұзымызды салып, қамырымызды біріктіреміз, жақсылап иін қандырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Етті ұсақ көлемде турап аламыз. Менде сиыр еті, негізі болған сиыр немесе қойдың етін қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап турап аламыз. Тағамыңыз сулы, сочный болып пісу үшін жуаны көбірек қоссаңыз болады. Мен осылай бір жуаны майдалап турап саламын. Одан кейін картошкамды осындай көлемде турап алып, начинкамның ішіне саламын. Және чеснокты қосамын. Жақсылап тұз бұрышымды салып, араластырып аламын. Қамырымызды екіге бөлеміз. Екіге бөлінген қамырымызды енді осындай кішкентай үшке бөлеміз. Ең үлкен қамырымызды жайып аламыз. Бұл біздің начинкамыздың салуымызға керек. Осылай кесеге саламыз. Енді осының ішіне начинкамызды салатын боламыз. Салынған начинкамызды дәл мен сияқты түйіп аламыз. Осылай түйіп аламыз да. Қамырымыздың үстіне қойып қоямыз. Қамырымыздың үшінші бөлігін осылай жазып аламыз да 4 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлігін алып, осылай домалатып, екеуін де домалатып аламыз. Екеуін осылай өріп шығамыз. Қалған екеуін де дәл осындай қып домалатып өріп шығатын боламыз. Бұл біздің қамырымызды әсемдеуге қажет болады. Қамырымызға жұмыртқаның сарысын жағамыз. Өрілген қамырымызды да міне осылай жақсылап әсемдейтін боламыз. Мен мына жерде крышка сияқты қып жасап қойдым. Осымен біздің қамырымыз дайын. 180 градуста 45-50 минутта пісіреміз. Ас болсын.